Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге қазақша FIFA арнасы. Достар, бүгін біздер деген жаңадан шыққан обновлениеге обзор жасайтын боламыз. Бұл обновление 9-да шыққан болатын, ал мен бұл видеоны примерно 11-і обедте саламын деп ойлап тұрмын достар. Достар, және де мен кішкене ауырып қалдым, сондықтан да даусыма қатты мән бермей қойыңыздар. Достар, бізде қанша подписчик? 400 бір нәрсе ғой, давайте 500 подписчикке жеткізсек, арнаға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, колокольчик басыңыздар, лайк басыңыздар. Сол кезде мен тезірек жазылып кететін боламын. Я достар, бізде сразу бастап кетеміз. Бізде лигаларды өзгерткен. Ниже бір нәрсе, вы можете искать существующие лиги на основе любой команды, количество участников, региона и так далее. Чтобы получить лучшие награды, выступайте в уже существующую лигу. Короче, мына жерде лиганы өзгерткен. Лигаға қызығатын адамдар болса, осы жерден кіріп ашып новый функцияларын өздеріңіз қарай берсеңіздер болады. Мен өзім лигаға қатты қызықпаймын. Мен просто события ойнап, состав жинап, үйтіп равный игра сондай ойнап сөйтемін, короче. Так. Одан да басқа менің екінші каналым бар достар, соған да жазылып кетіңіздер, ссылкасы описанияда. Және де бізге жаңадан события шыққан болатын, удар молнии деген. Бум, добро пожаловать в удар молнии дейді. Так, завершайте матчи, чтобы заработать жетоны удара молнии. Вы можете выбрать легкие матчи, бнася. Или вы можете сразу погрузиться в сложные матчи, чтобы быстрее продвинуться вперед. Завершайте матчи, чтобы зарабатывать жетоны удара молнии и получать за их награды. Каждый день вы сможете управлять громом и вызывать молнию. Счастливая молния удвоит награду 2 раза. Тратьте жетоны удара молнии, чтобы заработать этой наградой. Короче, ең бастысы ойнау керек, сол кезде түсінесіздер. Мына жерден ойнап, квесттерді өтіп, награда алып сөйтесіздер, короче. Бұл основной разделы екен. Так, бізде келесі раздері, так, мына жерден 50 000 монетаны тегін береді екен, ала салайық. Менде тұмау, еще тамағым қатты ауырып жүр достар. Кешеден басалды ондан. Так, видео жүріп жатырма қарай салайық. Келесі раздел бізде громовое столкновение. Так, мына жерде просто 90 общпен ойнайсыздар. Мына жақта квест анымау. Өзіңіз білесіздер ғой, қайсысын ойнағаныңыз керек, соны ойнай бересіздер. Развитие навыков дейді. Монетамен жетон басында бір нәрсе береді. Так, мынаны басатын болсаңыздар, сіздерге награданы егесе удвоить етеді деді. По-моему, міне двухкратная выгода дейді. Короче, осындай. Келесі бізде добро пожаловать в главу битва молнии лайф дейді. Громовое столкновение лайф деп аталады. В этой главе вы сможете обменять игроков удара молнии на фрагменты бнәсе. Мынаны өздеріңізді оқып алатын шығарсыздар. Немесе оқудың керегі жоқ. Емайды, мен тамам жамандай ашып алып жатыр да. Сондықтан да сөйлеу қиындау. Бірақ сонда да осы видеоны салып қойын деп шешім. Так, және де бір күнде тоже екінші блигаша түсіретін каналыма да видео салам деп ойлап отырмын. Так, мына жерде қатты түсінбедім достар. Получите басаңыздың болсаңыздар 530 энергияға алсаңыздар болады. Бірақ та сатылмайды екен, өмпірт. Так, мен FIFA-ның қазір видео түсіруге, там, пак ашуға, равный игра ойнауға ғана кіріп жүрмін. Бұлай события қатты ойнамаймын достар. Короче, солай. Және де достар, бүгінгі видеода біз тоже пактарды ашатын боламыз. Қызықты. Тек қана обзор емес, сондықтан да дарынса көрсеңіздер болады. Так, обменге кірейік. Бізде обменде қандай заттар шықты екен. Зимние чудеса, мынау бұрыннан бар, по-моему. Игрок универсального ранга, монеты, дополнительное время дейді. Так, бұның бағыға бізде баяғыдан бар ғой, по-моему. Так, обменді басамыз. Так, 96-105 дейді. Бізге бірақ карточка жетпей тұр екен. Үшеу бар екен, біреу ғана жетпей тұр екен. Жарайды, алдағы уақыттарда аша жататын боламыз. Опана, 96-105-те, бірақ непродаемый пак ашуға болады екен. Давайте неге ашпасқа ашайық. Так, 1-2-3 кеттік ал. Фокаут бізде, әгене.
Так. Бізде интернет шамалы слабый вау, сонда қатады. Испания, нападающий, Порту, бұл бізде 98 Саму және 98 ЛП біреуді берді. Так, тағы да басатын болсақ ашуға болады екен. Так, давайте мынау бола ма екен бізде 96-105 деген жаңағы. Ол болады екен, өйткені жаңағына 2 алдық зимние чудестен. Енді осыны ашуға болады 96-105. Кеттік достар. Так, бізде Волкаут, Италия, ПВ, Торонто дейді. 100 игрок берді, 197-96. Так, 96-105 аша берейік. Барселона көп кет қалады достар, әрине. Бірақ та ол маған қазір керек емес, себебі мен ойнап жүрген жоқпын, игрок алып немесе оны көтергетіндей ойнап жүрген жоқпын, сондықтан да Масcheranoны қырта берсек болады достар, смело. Менде деген просто тұмау тамағым ауырып жүр, қазір мен деген өте ыстық комнатада жатырмын, сондықтан да шамалы дауысым біртүрлі қиналып шығып жатса мән бермеңіздер. Так, кеттік. Ой, моя көзім ауырып апыр. Финляндия топ. Мынау Мессидің бұрынғы командасы, бұл бізде Камара және Расича дейді. Так, біз неше рет аштық, өзі пак 3 рет аштық па, ұмытып қалдым ғой. Бізде игрок жетпейді уже. Ну, жарайды достар, енді біздегі Самоцветовқа и Дивизионда Райлаустың жетондарына да пактарды ашатын боламыз. Рейтингтан қарап көрейікші, менде қандай... Е-мое, 222 игрок бар екен менде. Ема, кезінде задрот болып ойнағанда тек основной сосатын 11 игрок тұратын тұрым менде. Е-мое. Тұмаудан бұрын тамағым өте қатты ауырып жатыр сәйеба. Мына Мбаппені сатып құтылу керек достар маған. Бірақ та қазір ешкім алмайды, данный момент. Алатқан кезде сатып жіберіп орнына басқасын алу керек. Но база жоқ. Статистикасы әдемі. Бірақ та бұл деген команданың рейтингін уже көтермейді. Сондықтан да бізге шамалы Мбаппенің өзінің рейтингінен 2-3 есе көп рейтинг алып командамызды көтерсек болады. Так. Эвонда бізде өте қымбат игроктар. Негізі достар, мен бұл жерде ПВ қарайын ба деп ойлағанмын ғой жаңағы Мбаппенің орнына ше. Бірақ та білмеймін, байқамай Эвондан бас жіберіппін. Сол жерде бір нәрсе ойлап отырып кешіріңіздер. Так, онда кеттік достар, магазинге кірейік. Осы жерде бір қарап пактар тоже ашатын боламыз. Так, ең көп 15 000 Самоцветовқа ашуға болады екен. Бізде 20 500 бар. Так, мына жақта донат. Так, мына жақта таңдай. Мына жақта мынау не нәрсе достар. Так, есінде жатырмын. Кешірім сұраймын. Так, мынау тоже донат, мынау Самоцветов. Так, мынау обмен. Обмен лиги дейді. Зимние чудесаны жетондар на обмен. Но Division Rivals. Так. Так, кеттік онда 3500-ге бір пак ашып көрейік. 99-105 кеттік. Ограниченный комплект Division Rivals. Так. Так. Істеді. 100 Андерсон Талиска. Роналдудың командаласы. Бірақ та бұл сатып алды. Керек емес, я.
Так, кеттік 2500-ге аша берейік. База жоқ, жинап ашуға болады еді, бірақ та маған бәрі бар. Өйткені қатты ойнамаймын FIFA-ны, сондықтан да қанша қайсына жеттік, соны аша беремін. Франция, нападающий. Но что за команда білмеймін. Тюрам, 102 нападающий. Әдебі 478 миллион береді. Ой, тұрады, еще сатып алады екен прикинь. Бірақ та явно енді ешкім алмайды ғой онда баға. Так. Ё-моё, көзім жасауырап кетті ғой. Есінен деп бәріңде сондай бола ма? Комментария жазып кетіңдер. Так, енді 15 мың самоцветовқа пара ашамыз, кеттік. Негізі 22 мыңдікі бар екен достар. Бірақ та мен оны қарамаппын, дұрыс мән беріп. Так. Португалия. Левый полузащитник па, но қандай команда? Прага. Ой, Прага деп білмеймін. Брума дейді. Так, достар. Так, давайте осы видеоға максимальный активностьтарыңызды көрсетіңіздер. Мың просмотрдан асырып тастайық, және комментарий жазайық, өздеріңіздің ойларыңызды. И колокольчик басайық. И ең маңыздысы 500 подписчиктен асырып тастайықшы достар. Ну, жеткізіп тастайық. Так, кеттік келесі парымыз біздің. Так. Мынау қандай ел екен білмеймін. Так, 99 түсі. Және де менің екінші каналым бар, Black Russia түсіретін. Ода 580 бірнәрсе подписчик, қателеспесем, 10 бірнәрсе подписчиктен кейін 600-ге жететін боламыз. Сондықтан да давайте ол каналға да описаниеда ссылка тұр. Видеоны көріп отырып, описанияға өтіп, ссылканы басып кіріп, подписаться етіп, колокольчик баса салыңыздар. И осы видеоны көріп біткеннен кейін сол каналымдағы видеоны көре берсеңіздер болады уже достар. Ол каналда активность негізі нормально, бірақ та мен өзім деген видеоны дұрыс түсірмедім бе, либо ауырып жүрдім бе, сондықтан да мән бермей жай сала салдым. Сондықтан да 50 бірнәрсе ғана ма, сондай соңғы видео просмотр жинады. Так, Тюрамды 400 бірнәрсе лямға сатуға қоя салайық. По-любому ешкім алмайды. Ну, может, чудоға сеніп қоя салайық. Так, Мурио дейді. Сатпай қояза. Да, ешкім алмайды, по-любому бұларды достар, по-любому ешқайсы. Ё-моё. Ыстық комнатада жатырмын и тамағыммен маңым, ё-моё достар. Жамандай ауырып жатырмын. Так, кеттік мен. Так, игрок. Шпитидо. Достар, зимних чудестан бір игрок керек. Жаңағы рыныққа қойған бір игрокымызды ала салайық. Так, кеттік енді ашайық. Так, я папа. Так, енді пара ашамаймыз, по-моему. Және де достар, короче, зимний карта такого. Сол картаны мына жерден қосуға бола ма екен? Бұл жерден қосуға болмайды екен, оказывается. Но қосуға болады әрине, бірінші алу ғой. Оны біз деген зимних чудес деген событияның ішінен алады екенбіз. Соны мен ұмытып кетіппін. И қазір соны алатын боламыз. Так, мінекей достар, зимние чудеса келдік. Оказывается, осы жерден алады екен ғой зимний картаны. Мен оны деген Дейжан Реаласын ішінен қарап жүр екенмін. Бірақ та достар, бұл зимний карта қатты өзгеріс жоқ. Просто там баннер, анау сондай ғана. Поляда вообще өзгеріс жоқ достар. Мен негізі қуанғанмын. Поляда қар жата ма деп ше. Қарға бар полямен ойнап кішкене зимний вайпты сезінем ме деп ойлап едім да. Сөйтсем ондай емес екен да.
Енді бұл поледа ойнап көрмесеңіздер, алып өздеріңіз ойнап көрсеңіздер болады. Мен бұл жерде ойнап көрсетуге көп уақыт кетіп қалады. И то мен хозяева боламын ба или гость боламын да, ол да белгісіз. Сондықтан да солай достар. Так достар, осы жерден біздің видеомыз аяқталады. Алда тағы да видео салатын боламын, бірақ та енді ең бастысы мен тамағым жазылып кетсе, одан кейін видеоларды сала беретін боламыз. Құдай қаласа. Және де достар, 500 подписчикке тез жеткізсек, және де екінші каналым ссылкасы описанияда, оны 600 подписчикке тез жеткізсек. Сіздермен бірге болған қазақша FIFA арнасы. Кездескенше сау болыңыздар, аман болыңыздар. Все, давайте.